Başlayın. Ана тілін, дана тілін YouTube каналын біз тек өз ана тілімізде ғана емес, мемлекеттік тіл қазақ тілінде жүргіземіз. Еліміз көп ұлттық мемлекет болған соң, барлығымыз бірлікте өмір сүріп келе жатырмыз. Біздің ұйғыр тілдік балалар қазақ тілін дамытып, дәл қазір қазақ тілінде емін-еркін сөйлей алады. Оның айқын дәлелі ретінде қазақ ақын Абай ата Құнанбай ұлының өлеңдерін жаттап өздеріңізге арнайды. Мен Құлалдиев Самит, Илям Ұлтбақты атындағы номер 3 орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы. Қазақ халқының ақиық ақыны, поэзия пайғамбары Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деген өлеңіні жаттадым. Ғылым таппай мақтанба, Абай Құнанбай. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірім алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өтірік, өсек, мақтаншақ, еріншек, босқа мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. 5 асыл іс көрсеңіз. Мен Найла Мұрат. Абай Құнанбаев әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге. Өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір күрпіш дүниеге. Кеттің табар қалман. Қайрат пен ақыл жол табар. Қашқанға да тұрғанға. Әдет шапта кімде бар. Сол жарасап тұрғанға. Бастапқы екеу соңғысы. Біте қалса қазаққа. Алтын жалын артын мұз. Барар едің қазаққа. Пайдан көрсең бас ұрып. Мақтанды іздеп қайғалма. Мұның дурлап жастырып, майданға түспей бәйгі алма. Сәлеметсіздер ме? Мен Розигүл Мұрат. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиынынан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп. Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят, хәдіс сөздің басы. Қосарлы бәйті мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы. Мүнәжәт уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақбар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын. Қазақтың келістірер қай баласы.